Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 80-ші сабақ. 4-ке көбейту кестесі. Бүгінгі сабақта сендер 4-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренетін боласыңдар. Келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңдар. Бірінші тапсырма суретті және үлгіні пайдаланып өрнектердің мәнін тап. Суретте 9 көк, жасыл, күлгін және сары түсті текшелер берілген. Үлгі 4 қосу 4, қосу 4, қосу 4 тең 4 көбейту 4. Мұнда 4-тен 4-еу бар деген сөз. Сонда 16-ға тең. 5 қосу 5, қосу 5, қосу 5 тең 5 көбейту 4. Мұнда 5-тен 4-еу бар деген сөз. Сонда 20-ға тең. 6 қосу 6, қосу 6, қосу 6 тең 6 көбейту 4. Мұнда 6-дан 4-еу бар деген сөз. Тең 24-ке. 7 қосу 7, қосу 7, қосу 7 тең 7 көбейту 4. Мұнда 7-ден 4-еу бар деген сөз. Сонда 28-ге тең. 8 қосу 8, қосу 8, қосу 8 тең 8 көбейту 4. Мұнда 8-ден 4-еу бар деген сөз. Сонда 32-ге тең. 9 қосу 9, қосу 9, қосу 9 тең 9 көбейту 4. Мұнда 9-дан 4-еу бар деген сөз. Сонда 36 шығады. Балалар осылай суретті және үлгіні пайдаланып өрнектердің мәнін табамыз. Екінші тапсырма санды 4-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен. Есіңе сақта. 4 көбейту 4 тең 16. 5 көбейту 4 тең 20. 6 көбейту 4 тең 24. 7 көбейту 4 тең 28. 8 көбейту 4 тең 32. 9 көбейту 4 тең 36. Ал енді қолдануды үйренеміз. 6 көбейту 4 тең 24. Санды 4-ке көбейту кестесі бойынша. 4 көбейту 6 тең 6 көбейту 4 тең 24. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті бойынша. Балалар көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. 24 бөлу 4 тең 6 және 24 бөлінген 6 тең 4. Өйткені көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Өткен сабақта өткенміз. Үшінші тапсырма санды 4-ке көбейту кестесін пайдаланып кестелерді толтыр. Балалар кестедегі бос орынға берілген сандарды қоямыз. 4 көбейту 5 тең 20, 4 көбейту 6 тең 24, 4 көбейту 7 тең 28, 4 көбейту 8 тең 32, 4 көбейту 9 тең 36. Ал енді көбейтуге кері амал бөлуді орындаймыз. 16 бөлінген 4 тең 4, 20 бөлінген 4 тең 5, 24 бөлу 4 тең 6, 28 бөлінген 4 тең 7, 32 бөлінген 4 тең 8, 36 бөлінген 4 тең 9. Балалар осылай кестедегі сандарды қойып, өрнектердің мәнін табамыз. Төртінші тапсырма мысалдарды шығар. Үлгі 20 көбейту 4 тең 20-ны 2 ондық деп жазамыз. Оны 4-ке көбейтсек 8 ондық. 8 ондығымыз 80-ге тең. 800 бөлінген 4. 800-ді 8 жүздік деп жазамыз. Оны 4-ке бөлсек 200-дік шығады. 200-дігіміз 200-ге тең. 50 көбейту 4 тең 50-ді 5 ондық деп жазамыз. Оны 4-ке көбейтсек 20 ондық шығады. 20 ондығымыз 200-ге тең. Келесі 200 бөлінген 4. 200-ді 20 ондық деп жазамыз. Оны 4-ке бөлсек 5 ондық шығады. 5 ондығымыз 50-ге тең. Келесі 20 литр көбейту 4. 20 литрді 2 ондық деп жазамыз. 2 ондықты 4-ке көбейтсек 8 ондық болады. 8 ондығымыз 80 литрге тең. 80 метр бөлінген 4 тең 80-ді 8 ондық деп жазамыз. 8 ондық 4-ке бөлсек 2 ондық шығады. Ал 2 ондығымыз бізде 20-ға тең. Сонда 20 метр. 5-ші тапсырма есепті шығар.
Білекпен күш сынасу ойынына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 6 ойыншыдан бар. Ойынға барлығы неше адам қатысты? Балалар, бізде бір топтағы ойыншы саны және топтың саны белгілі. Енді біз барлық ойыншы санын анықтауымыз керек. Ол үшін бір топтағы ойыншы саны мен топ санын бір-біріне көбейтуіміз керек. Сонда 6 көбейту 4 тең 24 шығады. Жауабы ойынға барлығы 24 адам қатысты. Келесі 6-шы тапсырма. Өрнектерді салыстыр. 7 көбейту 3 тең 21-ге, 7 көбейту 2-ге тең 14-ге. Сонда 7 көбейту 3 бізде артық. 60 көбейту 3 бұл 60-тан 3 бар деген сөз. Ал 60 көбейту 2 60-тан 2 бар деген сөз. Сонда 60 көбейту 3-іміз артық. 4 көбейту 3 12-ге, ал 4 көбейту 2 8-ге тең. Сонда бізде 4 көбейту 3 артық. 6 қосылған 3 9-ға тең, 6 көбейту 3 18-ге тең. Сонда бізде 6 көбейту 3 өрнегі артық болып тұр. Балалар, осылай өрнектерді салыстырамыз. Келесі 7-ші тапсырма. 2-ге де 3-ге де бөлінетін ең кіші санды тап. Бізде берілген сандар 4, 12, 9, 10 және 6 саны. Ал енді ең кішісінен бастап есептейік. Ең кіші сан бізде 4. 4-ті 2-ге бөлейік, 2 шығады. Келесі 4-ті 3-ге бөліп көрейік. 4 3-ге бөлінбейді. Сондықтан бізге қажетті сан 4 емес. Келесі 4-тен үлкен сан 6. 6-ны 3-ге бөлсек 2 шығады, ал 6-ны 2-ге бөлсек 3 шығады. Сонда бізге керекті сан осы. Жауабы 2-ге де 3-ге де бөлінетін ең кіші сан 6. Келесі 8-ші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап. 5 көбейту 4 тең 20, 200 көбейту 4. 200-ді біз 200-дік деп аламыз. 2-ні 4-ке көбейтсек 800-дік. Сонда 800-ге тең. 28 бөлінген 4 тең 7, 32 бөлінген 4 тең 8. 8 көбейту 4 тең 32, 9 центнер көбейту 4 тең 36 центнер. 20 бөлінген 4 тең 5, 36 дециметр бөлінген 4 тең 9 дециметр. Балалар, осылай өрнектердің мәнін табамыз. 9-ші тапсырма. Кім жылдам? Өрнектердің мәнін кему ретімен қойып, мақалды оқы. 36 бөлінген 4 9-ға тең. 3 көбейту 4 12-ге тең. 8 бөлінген 4 2-ге тең. Ал енді сандарды кему ретімен орналастырсақ, халықтың күші бірлікте мақалы шығады. Ал енді оның мағынасын қалай түсінесіңдер? Балалар, бірлік болмай, тірлік болмас дегендей, бүгінгі біздің еліміздің жетістігі халқымыздың бірлікте, татулық пен ынтымақтықта болғандығынан. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.